Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Жұмыртқасыз, сап-сары, жөп-жүқа, сынбайтын, жыртылмайтын, езілмейтін қамырдың осындай жаю жолдарын және де морозильникте қатыру жолдарын көрсететін болам. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бізге ең бірінші жылы суымызға бір шай қасық тұзымызды саламыз. Жарты шай қасық куркумамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үстінен дайындап қойған бағанағы куркума қосылған суымызды араластырып, қамырымыздың басы біріккенше осылай қамыр илейміз. Қамырымыз тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа болып шығу керек. Осылай қамырымызды илеп алдық. 20 минутқа осылай пакетке салып тындырып қоямыз қамырымызды. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шықты, басы бірігіп, ішінде ешқандай іртігі жоқ. Енді оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайғанда ұнды арасына осылай салып сеуіп отырамыз. Екі жағын осылай жай басып, қамырымызды домалақтап илеп отырамыз. Қамырымыз жайылды. Мен бұл жерде пищевой пленканы қолдандым. Осы қамырды жайып, мантыға да, бешбармаққа да, және де май қамырға да қолдануға болады. Осылай қатырып морозильникке салсаңыздар болады. Екінші жолы бар. Бұл тек қана бешбармаққа саласыздар бұл қамырды. Пищевой пленкаға осылай қамырымызды бешбармаққа салатындай үстік турап аламыз. Үстінен пищевой пленканы жауып, үстіне қамырды қойып, туралған қамырымыз осылай орап шығамыз. Морозильникке салып қатырып қоюға болады.